Сәлем достар, бүгін сіздермен экспресс арықтау туралы ақпаратпен бөлісеміз. Сіздер парақшаға тіркеліп лайк басыңыз. Бұл диета тойға баруға дайындалған жандарға тез әрі жылдам нәтижеге жету жолы. Айран мен алма диетасы арықтаудың ең кең тараған әдісі болып есептеледі. Өйткені адам ағзасына аса пайдалы осы өнімдердің қосындысы нәтижені тез береді. Адам ағзасының жағдайына және адамның жасы мен қалпына орай айран мен алма диетасының да сан алуан түрі бар. Олардың беретін нәтижесі де әрқалай екенін айта кетейік. Сонымен қатар денсаулығыңызға зардап тимес үшін диетолог маманмен бірге кеңесіп алғаныңыз жөн. Ал енді айран мен алманың неге жақсы нәтиже беретінін түсініп алайық. Айранның пайдалы қасиеті ас қорыту жүйесінің пайдалы, бауыр мен бүйректің жұмысын ретке келтіреді, өт қабына оң әсерін тигізеді, жүректің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі, зат алмасу жүйесін реттейді, ағзадан боғат пен уландырғыш заттарды шығарады. Алманың пайдалы қасиеттері ас қорыту жүйесін ретке келтіру, зат алмасуға оң әсерін етеді, асқазан, ішек жолы мен бауыр бүйректерінің жұмысына пайдалы, бауырға жиналған холестериннің түсуіне көмектеседі, ішектің жиырылуын реттейді. Байқағандарыңыздай екі өнім де ағзаға пайдалы, бірақ тез арықтау үшін диетаның міндетті түрде орындалуы тиіс дүниелері де бар. Диета кезінде ішілетін айран майлылығы 1%-дан аспауы керек. Айранның шығарылған уақытына қараңыз. Диетаға жаңа шыққан айранда шыққанына 3 күн асқан айранда жарамайды. Дұрыс 2 күндік айран алыңыз. Алманың жасыл түсті аса пайдалы. Алманы жейтін кезде оның қабығын аршымаған дұрыс. Себебі пайдалы витаминдер сол қабықта болады. Айранмен қатар газсыз су, қантсыз көк шай, шөптен жасалған сусындар ішуге рұқсат. Шұғыл арықтау керек. 3 күндік айран мен алма диетасы әр тәулікке 1%-дық 6 стакан айран мен 6 жасыл алма, шамамен 1 келі дайындаңыз. Ертең тұрып алдымен су ішіңіз. 10 минуттан кейін алма жеп, жарты сағаттан кейін айран ішіңіз. Осы амалды тәулігіне 6 рет 3 тәулік қатарынан қайталаңыз. Ас қабылдау әр 3 сағат сайын 3 сағаттан артық созбаңыз. Бірақ ерте жеуге болады. Қосымша таза су ішіп тұруды ұмытпаңыз. Диета кезінде басқа тамақ жеуге болмайды. Жоғарыда айтып өткендей, әрбір адам өзінің денсаулығына қарай диета түрлерін ұстанғаны абзал. Сіздермен ақпарат бөліскен адам ән тағам, денсаулықтарыңыз мықты болсын.